Еліміз бойлап Беспаслама олимпиадасы шеңберінде түрлі спорт жарыстарының өткелуі ең қызғын басқышына жетіп келді. Анығырақ айтатын болсақ, пайтақтымызда стрит воркаут спорт жарысының Өзбекстан республикалық финал басқышы болып өтті. Демек, бағдарламамызда спорт жаңалығы. Беспаслама олимпиадасының шеңбері кең. Әсіресе республикамыздағы ең шеткі махаллелерге шекем кіріп барып спортқа қызығатын жастарды қамтып алып отырған қуанышлы. Спорт жарысының ашылу салтанатында сөзге шыққанлар тарапынан алыс ауылдардағы қабілетлі һәм күшлі спортшыларды таңлап алу имканиятын жаратқан стрит воркаут жарысының ахметіне кең түрде тоқтап өтті. Бұнан соң жарысқа старт берілді. 17 бұл жарысымыз неге өзіңіз боласы болғандай турнирге тарту һәм брюста ажименесі һәм бұдан көп ең жақсы таза һәм көп саны көп очко алған спортшыларымыз жеңімпаз қолға кірді һәм қала берсе сол жасағымыздың жеңімпаз болған махаллелеріне спорт майданшалар қойып беру режелестірілген. Белдесулер екі басқышта өткерілді. Қатынасушылар мәлім бір уақыт ішінде өз имканиятларын көрсетуге әрекет етті. Итибарлы тарапы әрбір қатынасушы нәтиже үшін бар мүмкіншіліктерін іске салды. Har yili Andijon viloyatidan kelgan jamoalarimiz respublika bosqichida faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni olib kelmoqda. Xudo xolasa bugungi jamoamiz bilan ishtirok etgan o'yinda ham 3 talik jamoaga kirishga harakat qilamiz. Bizda street workout sport turi yaxshi rivojlangan. Jamiki hamma MF'larimizda deyarli workout maydonchalarimiz mavjud. Mahallalar bo'sh vaqtlarida sportlar bilan shug'ullanadi. Aynan sport turi kesimida workout sportiga qiziqish yuqori bizda Andijon viloyati. Shu sababli har yili 2021-yilda ham Andijon viloyati o'rin egallagan, 2022-yilda ham, 2023-yilda faxrli 1-o'rinni egallaganmiz. O'zbekiston Respublikasining bарлық viloyatlaridan sportchilar qatnashgan жарыста kuchlilar aniqlandi. Beruniyli jерлесimiz Sartorbek Yo'ldashev Bеспаслама олимпиадасының O'zbekiston Respublikалық final bosqichi jengimpozi bo'ldi. Final bosqichi juda ham qiyin kechdi. Men o'zim 22 ta turnik va 45 ta brus qildim 30 sekund ichida. Raqiblar juda ham kuchli edi. Asosan Xorazm va Toshkent viloyati zo'r natija ko'rsatdi. Bugungi o'zimni chiqishimga juda ham ko'p mehnatlar ketdi. Bu yerga kelish oson bo'lmadi. Murabbiylarimga minnatdorchilik bildiraman. Keskin bellasuvlarga boy o'tkazilgan жарыс jengimпазлары ham belsendi qatnashuvchilarga diplom ham baholi sovg'alar topshirildi.